Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Көңіл күйлеріңіз қалай? Орындарыңызға отыра қойыңыздар. Ендеше білімгерлер жаңа тақырып бастамас бұрын Classroom Screen платформасы арқылы кездейсоқ екі топқа бөлінейік. Ендеше топқа бөліндік. Енді топтарымыздың басшыларын сайлап алайық. Бірінші топтан кім басшы? Так, Нұрай. Екінші топтан? Айым болады, иә. Екі топтың алдында да планшеттер қойылған. Планшетті берсеңіз. Осы планшеттердің алдында сіздерде бақылау парағы қойылған. Осы бақылау парағы арқылы өздеріңіз, яғни топ басшы, сіздердің көрсеткен жаңағы жұмбақтарымыз бар, ойындарымыз бар, және де бүгінгі жасалатын практикалық тапсырмамызға бағалау сіздерге ұпай қойып отырады. Кел балалар, ойнайық, ойнайық та ойлайық. Қандай жұмбақ болса да шешпей оны қоймайық. Өткен тақырып бойынша сіздермен сұрақ-жауап айдарына кезек берейік. Ендеше тақтаға шығып өз ұяшықтарыңызды таңдасаңыздар. Ендеше Wordwall бағдарламасы арқылы өзіміздің жұмбақтарымызды бастайық. Алдарыңызда 9 ұяшық көрсетілген. Осы ұяшықтарды таңдаңыздар. Бірінші топ. Мен үшінші ұяшықты таңдаймын. Шығарманың құрылысы, оның негізгі бөлшектерінің орналасуы және оқиғалардың баяндалу ретін біз композиция деп айтамыз. Тамаша. Екінші топ. Қай ұяшық таңдайсыз? Мен 9-шы ұяшық таңдаймын. Белгілі бір оқиғалар мен тарихи кезеңдер бейнеленген көркем шығармалар, бұл бізде тарихи жанр. Бірінші топ. Қай ұяшық таңдайсыз? Үйлер, ғимараттар, көшелерді жобалау және оны жасау өнері, бұл бізде сәулет өнері. Тамаша, кеттік. Бірінші топ. Мен 8-ші ұяшық таңдаймын. Бейнелеу өнерінде заттардың көлемін, пішінін шынайы көрсету үшін немесе суреттерде кеңістікті білдіру үшін қолданылады. Жарық пен көлемге қолданылады. Дұрыс. Келісеміз ба? Бірінші топ. Мен бірінші ұяшық таңдаймын. Бейнелеуші нәрсенің бөлшектерінің өлшемдік қатынасын пропорция деп атаймыз. Дұрыс па? Келісеміз ба? Жауабымен? Пропорция. Екінші топ. Мен 5-ші ұяшықты таңдаймын. Кемпір қосақта кездесетін түстердің жиынтығы бізде спектр. Спектр деп аталынады, иә? Яғни бізде спектрда қанша түс бар деген кезде бірден 12 түс бар. 12 жоқ. Қанша? 7 түс бар деп айтамыз, иә? Так, енді бізде 3 ұяшық қалды. Біреуін таңдайық. Кеттік, бірінші топтан. Мен 4-ші ұяшық таңдаймын. Кеңістіктегі заттар түстерінің көрушіден алыстаған сайын бұлыңғыр немесе соғым болып өзгеру құбылысы, бұл ауа перспективасы. Так, екінші топ. Қай ұяшық таңдайсыз? Мен 2-ші ұяшық таңдаймын. Киіз үйдің күмбезін құрайтын ағаш бізде уық деп аталады. Киіз үйдің негізгі бөлшегі қандай еді бізде? Ең ортасында тұрады. Шаңырақ. Кеттік. Бірінші топ. Соңғы 7-ші ұяшық таңдаймын. Айналамыздағы өмір көріністерін жазықта әрі кеңістікте бейнелеу арқылы суреттейтін өнер түрі бізде композиция. Тамаша. Білімгерлер үй тапсырмасын қорытындылау үшін бізде келесі кезекте пазл әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топтан. Сұрақты оқысаңыз. Фивандық мектептің негізгі бағыты бұл бізде жауабы жарық көлеңке арқылы өмір шындығын және елесті көрсету. Так, жауап дұрыс па? Так. Екінші топтан. Келе қойыңыз. Бейнелеу өнерін жалпы білім беретін пән ретінде танытқан ғалым бізде Ян Амос Каменский. Тамаша. Бірінші топ. Біздің пазлымыз құрастырылып келе жатыр, иә, байқасаңыздар. Грекияда біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда болған сурет мектептері. Бұл бізде сикиондық, эфистік және фивандық. Так, екінші топ.
ивестік мектептің бағыты бізде шығармашылық эстетикалық шабытқа мән беріледі. Бірінші топ. Кезекпен шығайық, қыздар. Бірінші топ. Гуаш бояуын араластыратын сұйықтық бұл бізде су. Гуаш тағы қандай краскілерді біз сумен араластырамыз? Кеттік. Екінші топ. Екінші топ. Перспективаның түрлері сызықтық және кеңістік. Біз бұл тақырыпқа суреттер салдық, иә, қыздар, иә? Келесі бізде жасыл түс шығады. Сары мен көктің қосындысы. Так, екінші топ. Келіңіздер. Сұрақ бізде натюрморт дегеніміз не? Натюрморт дегеніміз бізде жануарлар бейнесі. Жауап қате. Натюрморт дегеніміз не еді, қыздар? Жансыз заттардың. Так, Енді келесі сұрақ бізде түс шеңберіндегі түстердің тобы. Түс шеңберіндегі түстердің тобы жылы және суық. Так, бізде соңғы сұрағымыз негізгі түстерді атап шықсаңыздар. Екінші топтан. Бізде негізгі түстер сары, қызыл, көк. Яғни бізде 3 негізгі түс бар, иә? Так, бүгінгі жұмағымызды қорытындылай келе, бұл сіздерде көрсетілген қандай жанрдағы сурет? Пейзаж жанрындағы сурет, иә? Ендеше бүгінгі тақырыбымызды, жаңа тақырыбымызды бастайық. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз пейзаж. Енді талқыланатын сұрақтар бізде пейзаж жанры және бейнелеу өнеріндегі алатын орны. Екінші, пейзаж бейнелеу заңдылықтарының ережелерін сіздерге үйрететін боламыз. Одан кейінгі үшінші сұрақ пейзаждағы композиция, түстік шешім, перспектива заңдылықтарымен танысатын боламыз. Пейзаж табиғат көрінісі бейнеленген көркем шығарма. Пейзаж француз сөзі жер, қоршаған ортаны бейнелеу деген мағынаны береді. Яғни бейнелеу өнер жанрларының бір түрі болып саналады. Пейзажда суретшінің сезімі, көңіл күйі, түсінігі, табиғатқа деген эстетикалық, этикалық көзқарасы аңғарылады. Жалпы қазақ суретшілерінің ішінде пейзажды өте керемет суреттегендердің бірі біздің кәсіби тұңғыш суретшілеріміздің бірі кім еді? Әбілхан Қастеев. Әбілхан Қастеев аталарымыздың осы салған картиналарын біз көре аламыз. Ол кісінің ол жерде перспектива заңдылықтарын қолдануы, түстік шешімдері өте керемет көрсетілген. Енді алдарыңызда сіздерде пейзаж түрлері көрсетілген. Сол пейзаж түрлерімен танысып шығайық. Бірінші бізде ауыл пейзажы. Ауыл пейзажы бұл ауыл өмірін, оның айналасындағы табиғат пен шынайы байланысты бейнелейді. Яғни күнделікті тұрмыс салт көріністері көрсетіледі. Екінші бізде саябақ пейзажы. Яғни адамдар демалу үшін арнайы жасалған табиғат аясы беріледі. Мұндағы табиғат бірде геометриялық тәртіпке қатаң бағындырылған, бірде табиғи пішіндер, сәндік мүсіндер сәулетті әсем үйлесім тауып, еркін орналасқандай болып көрінеді. Екінші бізде қала пейзажында адамзат қолмен салынған биік ғимараттар, көшелер, даңғылдар, алаңдар, жағалаулар және де басқа көрікті жерлерді бейнелейді. Алдарыңызда көрсетілген картина қай қала көрсетілген? Так, бізде енді төртінші теңіз пейзажы, марин, яғни теңіз пейзаждарын салатын суретшіні біз художник маринист, яғни маринистік суретші деп атаймыз. Бірде тыныш, бірде буырқаған теңіздің ғажап сұлулығын, көбік шашқан асау толқындарды немесе теңіз дауылын бейнелейді. Бұл жанрды біз қалай атадық? Маринистік жанр, иә? Яғни теңіз картиналары, иә? Келесі бізде сәулет, қалалық пейзажға ұқсас келеді. Олардың арасында айырмашылық сәулет пейзажында суретші сәулет ескерткіштерін табиғат аясында бейнелейді. Одан кейін бізде индустриалдық пейзажда суретші зауыттар мен фабрикаларды, бөгеттер мен электр бекеттерін, вокзалдар мен көпірлердің айшықты құрылымдарын, теміржол тораптарын салған жасампаз адамның рөлі мен маңызын көрсетуге тырысады. Алдарыңызда Әбілхан Қастеевтің осы кәсіпорындарға индустриалдық пейзажда орындаған картинасы.
Енді осы тақырыбымызды толықтау үшін практикалық тапсырмаға кезек берейік. Алдарыңызда пейзаж көрсетілген, яғни ауыл көрінісі. Осыны өздеріңіздің жұмыс альбомдарыңызға осы суретті салатын боламыз. Практикалық тапсырмаларымызды аяқтаған болсақ, сол салған суреттерімізді енді ортаға шығып қорғайық. Бірінші топтан. Так, Нұрай, келе қойыңыз. Мен бұл суреттен, осы пейзаж суретінен, мен осы ауыл пейзажының суретін салған болатынмын. Бұл суретте мен салу мақсатында, осы суретті салу барысында мен адам мен табиғаттың үйлесімді өмірін көрсеткім келді. Және бұл жерде мен ең бірінші көзге түсетін бұл бізде жасар жол, яғни жол бізде алға қарай қадамды деген сияқты, алға қарай жол деген сияқты мақсат ретінде салған болатын. Келесі бұл осы жол бізді үйге алып барады, яғни бұл үй бізде отбасылық символды, тыныштықтың символын білдіреді. Яғни мен бұл жерде адам мен табиғаттың үйлесімді өмірін салған болатын. Тамаша. Өздеріңіздің жұмыстарыңызды қорғап, қандай қиындықтарға тап болдыңыздар, не ұнады сіздерге, қандай түстермен жұмыс жасаған дұрысырақ сіздерге, соны түсіндіріп өтсеңіздер. Бұл жерде бізде бірінші үмітке толы жолды көрсетсек болады. Мен соны бейнеледім. Бұл бізде ең бірінші алатын болсақ, ең басты нәрсе үйде жаңағы қауіпсіздік пен жылудың айтсақ символы ретінде қабылдаймыз үйді. Үйдің мұршасына түтін шығып тұрған, бұл үйде яғни отбасы бар екенін, өмір бар екенін, жылу мен мейірім бар екенін білеміз. Және де мынау жасыл төбелер мен ағаштарды алатын болсақ, бұл жаңағы адамның өмірге деген сенімін, үміттілігін арттырады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ендеше бағдаршам әдісіне кезек берейік. Яғни бұл жердегі жасыл түс сабақты толық меңгердім. Сары түс сабаққа тағы да сұрақтарым бар, және де қызыл түс әлі де іздену керек. Енді ортаға шығып, өз ойларыңызды айта кетсеңіздер, Диана. Мен жасыл түсті таңдаймын, себебі маған сабақты толықтай меңгердім, сабақ түсінікті болды. Рай? Бүгінгі сабақ маған толық түсінікті болды, және мен бағдаршамның жасыл түсін таңдаймын. Екінші топ. Айым. Бүгін маған сабақ өте түсінікті болды, мен жасыл түсті таңдаймын. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Топ басшылары алдарыңызда тұрған бағалау парағы бойынша сіздерде әр критерий қойылған, әр бөлімде. Сол бойынша сіздерді бағалау парақтарыңызды топ басшылары таныстырып өтсе. Бүгінгі біз бағалау парағы арқылы топ мүшелерін бағалаған болатынбыз. Ең бірінші бізде Сатыбалды Диана берілген 8 критерий бойынша ең бірінші тапсырмадан жұмбақ шешу тапсырмасына толық 10 балл алған болатын. Екінші тапсырма бізде тест сұрақтарына жауап береді. Тест сұрақтарына өте жақсы, тез жауап берді. Келесі тапсырма бізде практикалық тапсырма. Соңғы тапсырмада практикалық тапсырмасы өте керемет жасалған, критериялары бойынша сәйкес келеді. Мен бұл жерге 55 балл қойдым, себебі әрбір детальға аса мән берген, және де детальдардың орналасу қашықтықтарын жақсы сәйкестендіріп үйлестіріп жасаған екен. Толық баллы 95 балл. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, топ мүшелерін бағалайтын болсақ, Рахмерді Нұрсая бірінші кезекте жұмбақтарға жақсы жауап берді. Практикалық жұмыста түстері үйлесімді сурет салды. Сізге 95 балл қойылады. Екінші, Ералы қызы Айым, сіз жұмбақтарға жақсы жауап бердіңіз, және де практикалық жұмыста әдемі сурет салдыңыз. Сізге 90 балл қойылады. Ендеше, құрметті білімгерлер, біздің бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнады ма? Енді сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашанда өнерде, өмірде жолдарыңыз бола берсін. Сабағымыз осымен аяқталды.
қош сау болыңыздар.